Мына қаңтарда қырғында біздің қаншалаған бауырларымыз жазықсыз оққа ұшты. Денсаулығынан айырылып мүгедек болып қалды. Әлде де қиналып түрмелерде азап көріп жатыр. Бірақ біз көпшілікке айтатыным, кеше де айттым, Тараздың халқына да айттым. Бүгін сіздерге де айтам, жыламаңдар, сықтамаңдар. Жыламаңдар. Біз олай бос халық емеспіз. Біз тек күресеміз. Белді бекем буыңдар, күресеміз. Біз күресу арқылы әділдікке жетеміз. Біздің әрбір бауырымызды кінәсіз ба шығарып аламыз. Жаңағы олар террорист емес. Олардың ешқайсысы қылмысты емес. Арандатқан адамдар бар, оны біз біліп отырмыз. Және арандатқан адамдар олар біреулердің ұйымдастыруымен, биліктегі адамдардың ұйымдастыруымен болды деп ойлаймыз. Сондықтан жай халық кінәсіз. Кінәсіз халықты о жерде барып қинап, денсаулығынан айырып, ол қылмыс. Сондықтан біз жыламаймыз. Біз жыламайық. Біз тек қана күресейік. Сіздерге де айтарым, жыламаңыздар. Жыламаңыздар, Алла бізді жылатпасын, жыламаймыз. Күресіңдер тек қана. Өйткені сіздердің туыстарыңыз, Құдай біледі ғой, қылмыссыз. Сонымен бірге тағы да айтып кетем. Келісімге келмеңіздер. Туыстарыңыздың қылмыссыз екеніне сенімдісіздер ме? Келісімге келмеңіздер. Өтіріктен бірінде сода осы орайдан пайдаланып оңбағандар, жаңағы полиция болсын, ішінде бір алаяқ адвокаттар болсын, немесе прокурорлар болсын, ақша жасауы мүмкін. Оған келіспеңдер, ешқандай тиым бермеңдер. Олар өтіріктен сендерге жан ашығансып, мен сендердің жаңағы таққан айыпты жеңілдетіп берейін, немесе айыпты алғызып тастайын, немесе үйге жіберейін, үйден өтесін қылмысын деген сияқты келіспеңіздер. Себебі көп осында қазір ұсталып жатқан адамдардың көбі жас балалар, олардың өмірі алдыда. Егер олар келіссеңіздер, олар қылмысты болған болады, қылмысын мойындаған болады де, келешекте сол алдынан шығатта тұрады, бұрын сотталған деп. Ол келешегін әсер етеді. Сондықтан соңына дейін шыдаңыздар. Бір күн баламды бір күн бұрын шығарып алам, немесе күйеуімді бір күн бұрын шығарып алам демеңіздер. Кінәсіз қып, тап-таза қып шығарып алуымыз керек, барлығымыз жабылып. Сол үшін күресек. Және ма, біз сіздермен біргеміз. Міне біздің Жасар ағамыз басшылық етіп құрған қаңтар қырғын зерттеу орталығы арнаулы түрде осымен айналысады. Біз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Соңына дейін осы бауырларымыздың барлығын шығарып алғанша көмектесеміз. Соған дейін табанды болыңыздар. Жақсы.